Сәлем достар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымды бастамай тұрып, мен сіздерге бір өтініш айтқым келіп отыр. Менің каналыма тіркеліп, осы каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Және де комментарияға өздеріңіздің не тоқып үйренгілеріңіз келеді, сол туралы жазсаңыздар, мен келесі сабақта сол заттың тоқылу жолын үйрететін боламын. Ал бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта мен сіздерге маған осы заттың 300 штугын тоқып беруге заказ берілді. Соның тоқылу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге жіп керек болады және бисер и крючок керек болады. Бисерді осындай қылып жіпке өткізіп аламыз 5 штугын. Енді оны байлаймыз, қысып байлаймыз. Қазір бұны тоқылған кезде арасы ашылып кетпеу үшін қысып байлаңыздар. Мінекей, байладық. Енді ары қарай тоқимыз. Моншақтың ортасынан крючокты кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Без накида бір ілмек ілеміз. Мінекей. Ары қарай 3 ілмек іліп аламыз. 1, 2, 3. Енді мына екінші моншақтың ортасынан без накида 2 ілмек тоқимыз. Міне 1, екіншісі. Тағы да 3 ілмек ілеміз. 1, 2, 3. Енді келесі моншақтың арасына без накида тағы да 2 ілмек тоқимыз. 1, арасы қысылғаннан кейін мынау жіптің кіруі қиын болып жатыр. 2, 3 ілмек ілеміз. 1, 2, 3. Келесі моншақтың арасынан тағы да без накида 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Тағы да 3 ілмек ілеміз. 1, 2, 3. Міне, соңғы моншақтың арасынан тағы да 2 ілмек ілеміз. Без накида тоқимыз. Міне 1, 2. Тағы да 3 ілмек. 1, 2, 3. Біз бағана бастаған кезде мына жерден без накида біреуін тоқыған болатынбыз. Енді екіншісін қасына екіншісін тоқимыз. Екіншісін тоқыдық. Ары қарай не істейміз? Ары қарай мына 3 ілмектен ілген арқаларымыздың ішіне тоқимыз. Арқаға кіргіземіз. Жіпті іліп аламыз. Без накида біреу тоқимыз. Біреу. Енді крючокқа ілмекті ілеміз, жіпті ілеміз. Жіпті өткізіп алып, осы үшеуінен бірден шығарамыз. Міне. Келесі ілмек ілеміз, өткіземіз. Енді екеуден тоқимыз. Міне 1, 2. Ендігі неміз 2 рет орап аламыз да жіпті өткіземіз. Тура жаңағыда екеуден тоқып шығамыз. Екеу. Ендігіде міне 1 ілмек ілеміз, тоқимыз. 2. Ілмек ілеміз, өткіземіз. Үшеуінен бірден өткіземіз бұл кезде. Енді без накида тоқимыз.
осылай шықты. Келесі аркаға да тура солай. Бірінші без накида тоқимыз. Одан кейін ілмек ілеміз, өткіземіз. 3 жіп болды міне. Осы үшеуінен бірден өткіземіз. Ілмек ілеміз. Жіпті өткіземіз. Міне үшеу, енді екеуден тоқимыз. Міне. Екеу. Енді жіпті 2 рет орап аламыз. Ілмектен аркадан өткіземіз жіпті міне. Қазір бізде 4 жіп болып тұр. Екеуден біреу шығарамыз. Екеуден біреу шығарамыз. Екеуден біреу шығарамыз. Тағы да бір ілмек ілеміз. Жіпті аркадан өткіземіз. 3 жіп. Екеуден біреу. Екеуден біреу. Келесі 3 жіп. Осы 3 жіптен біреу шығарамыз. Соңғысы без накида тоқимыз. Міне, екінші жапырақша пайда болды. Енді келесі аркадан да тура солай тоқимыз. Без накида 3 жіптен 1 жіп. Үшеуден екеуден біреу. 2 рет ораймыз, жіпті өткіземіз, 4-еу, осы 4-еуден екеуден біреу шығарамыз. Енді тағы да екеуден біреу, одан кейін үшеуден біреу шығарамыз. Соңында без накида тоқимыз. Келесі аркаға да тура солай тоқисыздар. Без накида, үшеуден біреу, екеуден біреу шығады, екеуден біреу шығарамыз. Енді 2 рет ораймыз. Аркадан жіпті өткіземіз. 4 жіп. Осы 4 жіптен екеуден біреу шығарамыз. Екеуден біреу. Әрі қарай қайталаймыз. 3 жіп. Екеуден біреу. 3 жіп. Үшеуден біреу шығарамыз бұл жерден. Соңғысы, міне, 2 жіп болды. Бұдан біреу шығарамыз. Соңғы жапырақшасын тоқимыз. Без накида ілмек ілмей аламыз біріншісінде. Одан кейін ілмек іліп, 3 жіптен 1 жіп шығарамыз. Келесі екеуден біреу шығарамыз. Одан кейін 2 ілмек, 2 орап аламыз да, жіпті өткізіп, екеуден біреу шығарамыз. Әрі қарай екеуден біреу. Үшеуден біреу шығарамыз. Соңында ешқандай ілмек ілмейміз. 2 жіптен 1 жіп шығарамыз. Міне, осындай гүл шығады. Енді артық жіпті қырқып аламыз да, артқы жағынан байлаймыз екеуін.
Енді осы жіпті жасырып тастаймыз. Осы теріс бетінен күртшікті өткіземіз осылай. Мына жіпті іліп алып, қазір артық жерін қырқып тастаймыз. Міне, енді артық жерін қырқып тастаймыз. Міне осындай әдемі гүл шықты. Осындай гүлден маған әртүрлі түсінен 300 штук тоқып беруге заказ берілген. Мінекей, осындай әдемі гүл шығады. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, келесі сабақты бірінші болып көретін боласыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.